Күн жарық болсын, тыңдарман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Тез сөзінің басқа баламаларын білесіз бе? Жылдам. Тез сөзінің синонимі. Көбінде іс-әрекетті сипаттайды. Мысалы, жылдам жүру, жылдам сөйлеу. Келесі, әп-сәтте. Бір сәтте, көзді ашып жұмғанша деген тіркестер осы сөздің мағынасын білдіреді. Демде. Өте тез орындалған іс-әрекеттерге осы сөзді қолдана аласыз. Жедел. Бұл сөз көбіне анықтауыштық мағынада қолданылады. Мысалы, жедел жәрдем, жедел хат. Заматта. Көркем әдебиеттерде көптеп қолданылады. Сол уақытта, лезде деген мағынаны білдіреді. Шапшаң. Көбіне іс-қимылға қатысты қолданылады. Мысалы, шапшаң қимылда. Шұғыл. Бұл сөзді маңызды хабарларда көп күттірмейтін істерде көптеп қолданамыз. Мысалы, шұғыл жауап бер. Іле-шала. Екі немесе одан да көп іс-әрекет бірінен кейін бірі орындалған кезде осы сөз қолданылады. Мысалы, ол шыққан соң іле-шала мен де шықтым. Сонымен қатар лезде және дереу деген синонимдері де бар. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.